Саламатсыздарма балакайлар? Билим берүү саласы таным, уюмдаштырылган окуу кызмети, математика негиздери. Окуу кызметинин такырыбы мен айналаны танып билемин. Апта күндөрү балакайлар окуу кызметин баштамас бурун салимдесип алайык. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Сәлем, сәлем, сәлем қалың қалай. Жақсы, тамаша, керемет. Жақсы, тамаша, керемет. Жарайсыңдар. Балакайлар, сендер неше күн окуйсыңдар? Біліп алыңдар, 5 күн оқисыңдар. Қай күндері демаласыңдар? Сенбі, жексенбі күндері 2 күн демаласыңдар. Бүгін сен аптада неше күн бар екенін, олардың қалай аталатынын және ретін білетін боласың. Ендеше апта күндерімен таныс болыңдар. Апта 7 тәулікке тең уақыт аралығы. Апта күндері бірінен кейін бірі ретімен келеді. Олар дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Сонда бір аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бірінші тапсырма, суретке қара. Қыз аптаның әр күнінде немен айналысқанын айт. Енді апта күндері туралы мына өлеңді тыңдаңдар. Аптада бар 7 күн, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбіде моншақты, біздің қызыл моншақты, сейсенбіде үй ойнап, қонақ қылдым құршақты. Сәрсенбінің сәтінде сурет салдым сәкіде, бейсенбі күн биледім, қара жорға үйрендім. Қошақанға жұмада, жем-шөп салдым қорада, сенбі күні ертегі, айты әжем әртүрлі. Жексенбі күн қалада, көмектестім анама, кешке жақын таппақты, алтын әкем жаттақты. Өте шықты бір апта, дүйсенбі мен сейсенбі, сәрсенбі мен бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Келесі екінші тапсырма, орналасу заңдылығын жалғастыр. Жұмбақ, жаңылмастан жетеуі кезек қызмет етеді. Балақайлар жұмбақты шешіп жауабын айтыңдар. Үшінші тапсырма, суреттерге қара.
Балаларға аптаның әр күнінде қай ертегіні оқығанын айт, сызып қос. Барлық тапсырмаларды орындап болған соң, сабақтағы өз жұмысыңды сәттілік сатысы арқылы бағала. Қателіктер көп болса, төменгі сатыда көңілсіз смайликтің аузын сал. Қателіктер аз болса, ортаңғы сатыда аузы түзу смайликті сал. Қателіктер болмаса және барлығын жақсы түсінсең, жоғарғы сатыда күлімдеген смайликтің аузын сал. Балақайлар, апта 7 күннен тұратын уақыт аралығы: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Апта атауларының аттарын жаттап алыңдар. Бүгінгі оқу қызметінде апта күндерінің атауларын біліп, орналасу ретімен таныстыңдар. Сендерге тапсырма апта күндерінің атауларын жаттап айтып беріңдер. Оқу қызметі аяқталды, сау болыңдар.